Әжемнің соңғы аманаты. Күздің салқын кешет. Ауыл іші баяу тынышталып, мал қораланып, әр үйден пештің түтіні көкке көтеріліп жатты. Аспан қызғылт түске боялып, күн ұясына қона бастаған. Айдана ұзақ жылдан кейін туған ауылына қайта оралды. Қалада оқып, жұмыс істеп, уақыттың қалай өткенін де байқамай қалыпты. Телефонмен сөйлескен сайын әжесі: "Қашан келесің, құлыным? Үй сені сағынып тұр" дейтін. Бірақ Айдана үнемі: "Жақында әже, міндетті түрде барамын" деп кейінге қалдыра беретін. Бұл жолы анасы телефон шалып: "Қызым, әжеңнің жағдайы онша емес. Уақытыңды тапта, келіп кет" дегенде, жүрегі біртүрлі шым ете қалды. Сол күні ақ жолға шықты. Ауылға кірген сәтте балалық шағы көз алдына келді. Анау бұлақ, анау ескі мектеп, анау алма ағашы, бәрі сол қалпы. Бірақ уақыт өзгерген. Өзі де өзгерген. Үйдің қақпасын ашқанда баяғы таныс иіс, жаңа піскен нанның иісі мен самаурынның буы қарсы алды. Бұл иіс оған бала күнін еске түсіретін. Бірақ үйдің ішіндегі тыныштық көңіліне қорқыныш ұялатты. Анасы үнсіз ғана: "Әжең сені күтіп жатыр" деді. Айдана асыға бөлмеге кірді. Терезе жанындағы ақ төсекте әжесі жатыр екен. Жүз әжімге толғанымен көзіндегі мейірім сол баяғыдай. "Келдің бе, жарығым" деді әжесі әлсіз жымиып. Айдананың көзіне еріксіз жас келді. "Әже." Ол жанына отырып қолын ұстады. Әжесінің алақаны бұрынғыдай жылы, бірақ әлсіз еді. "Кешігіп қалдым ба деп қорықтым." "Жоқ, балам. Сен келдің. Енді көңілім тыныш." Айдана үнсіз отырды. Ішінде қаншама сөз бар, бірақ ешқайсысы аузына келмеді. Бала кезінде дәл осы бөлмеде әжесінің ертегісін тыңдап ұйықтайтын. Қорықса әжесінің құшағына тығылатын. Ауырып қалса әжесі түнімен басында отыратын. Сол мейірімнің орнын ешкім баса алмаған. "Есіңде ме, кішкентай кезіңде үнемі менің орамалымды жасырып қоятын едің" деді әжесі күліп. Айдана да жымиып жіберді. "Иә, сосын сіз бүкіл үйді іздеп шығатынсыз. Сенің қулығың көп еді." Бөлме ішін жылы тыныштық басты. Біраздан соң әжесі терең күрсінді. "Айдана, мен саған бір нәрсе айтуым керек." "Айтыңыз, әже." "Бұл менің саған соңғы аманатым болуы мүмкін." Айдананың жүрегі дүрсілдеп кетті. "Ондай сөз айтпаңызшы." "Тыңда, құлыным." Әжесі баяу сөйледі. "Сен 5 жасқа толғанда қатты ауырып қалдың. Денең қызудан күйіп, дәрігерлер жағдайың ауыр деді. Анаң жылап, әкең үнсіз қалды. Бәріміз қорықтық." Айдана таңырқап тыңдап отырды. Ол бұл жайлы білмейтін. "Сол түнімен жалғыз намаз оқып отырып, Алладан жалындым. Мына баланың ғұмырын сақташы. Қажет болса, менің жасымды бере гөр" деп тіледім." Айдананың көзінен жас сырғып түсті. "Әже, сол күннен кейін сен жазылып кеттің. Ал мен әр күніңе шүкір етіп өмір сүрдім. Сенің күлкің менің бақытым болды." Айдана әжесінің қолын қатты қысты. "Мен бұны неге бұрын білмедім?" "Білуің міндет емес еді. Махаббат кейде үнсіз болады, қызым." Бұл сөздер Айдананың жүрегіне терең батты. Қалада жүріп, ол көп нәрсені маңызды санаған еді. Ақша, мансап, атақ, уақыт. Бірақ дәл қазір солардың бәрі мағынасыз көрінді. Әжесі қайта сөйледі. "Мен сенен бір ғана нәрсе сұраймын. Не болса да орындаймын. Ешқашан жүрегіңді қатайтпа. Адамдарға мейіріммен қара. Біреуге көмектесуге мүмкіндік болса, бас тартпа. Байлық жиналады да кетеді. Бірақ жасаған жақсылығың ғана сенен бұрын жүреді." Айдана үнсіз жылады. Қазіргі адамдар көп нәрсеге үлгереді, бірақ бір-біріне уақыт таба алмайды. Қартайғанда адамға байлық емес, жанында отырған бір жылы сөз керек. Бұл сөз дәл жүрегіне тиді. Соңғы айларда ол әжесінің қоңырауларына қысқа жауап беріп, кейін сөйлесемін деп жүре бергенін есіне алды. Әжесі Айдананың маңдайынан сипады. "Сен бақытты бол. Бірақ өз бақытыңды тек өзің үшін ғана өмір сүріп іздеме. Басқаның қуанышына себеп бола алсаң, нағыз бақыт сол." Айдана басын изеді. "Уәде беремін,
Тағы бір уәде бер. Айтыңыз. Анаңды ренжітпе. Ол да сен үшін мен сияқты талай түн ұйықтамаған. Айдана жылап жіберді. Уәде беремін, әже бәрін орындаймын. Әжесі көзін баяу жұмды. Жүзінде тыныштық бар еді. Мен сені қатты жақсы көремін, құлыным. Мен де сізді жақсы көремін. Сол сәтте бөлме тым тынышталып кетті. Айдана әжесінің қолын ұстап ұзақ отырды. Уақыт тоқтап қалғандай еді. Сол түні ол алғаш рет өмірдің шын мәнін түсінді. Арада 3 жыл өтті. Айдана қалаға қайта оралды. Жұмысын жалғастырды. Бірақ бұрынғы Айдана емес еді. Ол өзгерді. Жолда қарт адам көрсе көмектесетін болды. Балалар үйіне барып, ерікті ретінде жұмыс істеді. Анасына күнде хабарласып тұрды. Уақытының бір бөлігін адамдарға арнады. Әр жасаған жақсылығынан кейін жүрегінде ерекше жылулық пайда болатын. Бір күні жұмыстан қайтып келе жатып, автобуста жалғыз отырған әжейді көрді. Қолындағы сөмкесі ауыр екен. Айдана жанына барып, «Әже, көмектесейін бе?» деді. Сол кісі күлімдеп, «Рахмет, қызым. Сенің әжең бақытты адам болған шығар», деді. Айдана үнсіз жымиып қойды. «Иә, менің әжем ең бақытты адам. Өйткені ол артында махаббат қалдырды», деп ойлады. Сол сәтте ол терезеден аспанға қарады. Көз алдында әжесінің мейірімді жүзі елестеді. Жүрегінде бір ғана сезім болды. Бұл сағыныш емес. Бұл бата еді.